Адамдарды өз орнына қою деген тіркес көбіне ашу, реніш немесе әділетсіз жағдайға жауап ретінде айтылады. Бірақ бұл ұғымды тура мағынасында біреуді төмендету, жеңу немесе басып тастау деп түсіну әрдайым дұрыс емес. Шынайы өмірде адамдармен қарым-қатынаста ең маңызды нәрсе өз шекараңды қорғау, өзіңді құрметтеу және басқаны да құрметтеуді сақтау. Бұл мәтінде біз адамдарды өз орнына қоюды агрессия ретінде емес, өзіндік қадір-қасиетті сақтау, дұрыс коммуникация орнату және шекара қою өнері ретінде қарастырамыз. 1. Өз орнына қою деген не? Көп адам бұл тіркесті біреуді жеңу, орнына отырғызу, жауабын беру деп түсінеді. Бірақ психологияда бұған жақын ұғым ассертивтілік. Ассертивтілік дегеніміз өз ойыңды ашық айту. Бірақ басқаны қорламау, өз шекараңды қорғау, эмоцияны бақылау. Яғни бұл агрессияда емес, әлсіздікте емес, орта жол. Мысалы, агрессия. Сен түк түсінбейсің. Әлсіздік. Үндемей, іштен ренжу ассертивтілік. Мен бұлай сөйлескенде өзімді ыңғайсыз сезінемін. Басқаша сөйлесейік. 2. Неге адамдар орнына қоюды қалайды? Адамдар көбіне бұл ойға мына жағдайларда келеді. 2. Құрметсіздік көргенде. Біреу сөзбен тиісіп, мазақтап немесе елемей сөйлесе, адам ішкі қорғаныс режиміне өтеді. 2. Әділетсіздік кезінде. Еңбек, оқу немесе жеке өмірде еңбегін бағаланбаса, ашу пайда болады. 2. Шекара бұзылғанда. Кей адамдар басқаның жеке кеңістігін, уақытын немесе эмоциясын сыйламайды. 2. Ішкі сенім аз болғанда. Өзін толық бағаламайтын адам сыртқы дәлелдеуді қажет етеді. 3. Негізгі қате. Агрессия арқылы жауап беру. Көп адам орнына қоюды қатты сөз айту, ұрысу немесе кек алу деп ойлайды. Бірақ бұл тәсіл көбіне қарым-қатынасты бұзады, жағдайды ушықтырады, кейін өкініш тудырады, беделді төмендетеді. Агрессия уақытша жеңіс берсе де, ұзақ мерзімде құрмет жоғалтады. 4. Шынайы күш сабырмен шекарада. Күшті адам айқайламайды. Күшті адам өз эмоциясын басқарады. Нақты сөйлейді. Қажет болса жоқ дейді. Өзін қорғай алады. 5. Эмоцияны басқару бірінші қадам. Егер біреу сізді ренжітсе, бірден жауап беру әрқашан дұрыс емес. 5.1 тоқтау принципі. Ішіңізде 510 секунд пауза жасаңыз. Дем алыңыз, ойды жинаңыз, эмоцияны бәсеңдетіңіз. 5. Ішкі сұрақтар. Мен қазір ашумен сөйлесіп тұрмын ба? Бұл жауап кейін маған зиян келтірмей ме? Мен не қалаймын? Кек пе, әлде құрмет пе? 6. Шекара қою өнері. Шекара бұл адамдарға менімен қалай қарым-қатынас жасауға болады деген ереже. 6.1 қарапайым мысалдар. Менімен бұлай сөйлеспе. Мен бұған келіспеймін. Бұл тақырып мен үшін ыңғайсыз. 6.2 маңызды принцип. Шекара қатты дауыс емес, нақты сөз. 7. Сөйлесу техникасы. Адамдарды орнына қоюдың ең тиімді жолы дұрыс коммуникация. 7.1 мен формуласы. Сен әрқашан бұлай істейсің дегеннің орнына. Мен өзімді ыңғайсыз сезінемін, егер. Маған бұл ұнамайды. Мен үшін бұл маңызды. Бұл тәсіл қарсыласуды азайтады. 8. Салқын ақыл ең мықты жауап. Кейде адам сені әдейі арандатуы мүмкін. Онда кезде ең дұрыс реакция. Сабыр сақтау, қысқа жауап беру, эмоцияға берілмеу. Себебі арандатушының мақсаты сені ашуландыру. 9. Үнсіздікте жауап. Барлық жағдайға жауап беру міндет емес. Кейде үндемеу күш, елемеу стратегия, кетіп қалудан алық. 10. Өзіндік қадір-қасиет. Адамдарды орнына қоюдың негізі өзіңді бағалау. Егер адам өзін құрметтесе, ол артық қорлануға жол бермейді. Ол өз шекарасын біледі. Ол басқаның сөзінен толық тәуелді болмайды. 11. Қарым-қатынасты бұзбай өзіңді қорғау.
Көп адамда қате түсінік бар. Өзімді қорғау, адамдарды ренжіту. Шын мәнінде дұрыс тәсіл. Қатты емес, нақты сөйлеу. Эмоция емес, факт айту. Қорлау емес, шекара қою. 12. Практикалық мысалдар. Мысал бірінші, сені мазақтады. Өзің кімсің? Маған бұлай сөйлегенің ұнамайды. Тоқтатшы мысал екінші, жұмыста әділетсіздік. Ашуланып айқайлау, менің үлесімді нақтылап қарастырайық. Мысал үшінші. Біреу сенің уақытыңды құрметтемейді. Мен бұл уақытта бос емеспін, кейін сөйлесейік. 13. Ішкі сенімді дамыту. Адамдарды дұрыс орнына қою үшін ішкі тірек керек. Өз құндылығыңды білу, салыстырмау, өзін дамыту, қорқынышты азайту. 14. Қорқыныш факторын жеңу. Көп адам үндемей қалады, себебі ұрысып қалады деп қорқады, ұнамай қаламын деп ойлайды, жалғыз қаламын деп уайымдайды. Бірақ шындық, өзіңді жоғалтқан қарым-қатынас бәрібір сау емес. 15. Дұрыс бедел қалыптастыру. Адамдар сені қалай қабылдайды? Сенің сөздеріңе, сенің реакцияңа, сенің шекараңа байланысты. Егер сен әрқашан сабырлы және нақты болсаң, адамдар сені автоматты түрде құрметтейді. 16. Эмоциялық интеллект. Бұл өз эмоцияңды және басқаның эмоциясын түсіну қабілеті. Ол көмектеседі жанжалсыз сөйлесуге, дұрыс шешім қабылдауға, қарым-қатынасты сақтауға. 17. Қорытынды. Орнына қою емес, орнын көрсету ең маңызды ой. Адамдарды төмендету шешім емес. Өзіңнің орныңды білу шешім. Нағыз күш. Сабырда, нақты сөзде, шекарада. Өзіңді сыйлауда. Егер адам өз орнын білсе, ол ешкімді орнына қоюға тырыспайды, адамдар өздері оның шекарасын түсінеді.